Ана тілінің 28-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы құрау құрылымы және тасымал. Бүгінгі сенің білетінің мақсаты сабақтың. Өлеңді мәнерлеп оқу, өлең мазмұнын анықтау, тасымал туралы білетіндеріңді жалғастыру және әдемі көркем жазасыңдар. Енді балалар, барлықтан орындарынан тұрып, атқа мініп, атпен шапқан сияқты ауыздықты тежеген, мәреге жеткен қимылдарды жасайық. Кәнекей, мына суретке қарап отырып. Атша желіп көрейік, ауыздығын тежейік, құнан менен шабайық, мәреге бірге жетейік. Шабандоз бала болайық, бас бәйгені алайық. Ендеше ойлаймын, барлықтарында бас бәйгені алып, бірінші жеттіңдер. Балалар, бұл жерде қандай үй жануарына мініп, бас бәйгені алдық? Иә, дұрыс айтасыңдар барлықтарында. Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз, яғни биенің көлі не екен ол? Құлын екен. Кішкентай құлыншақ туралы бүгін біз өлеңімізді мәнерлеп оқитын боламыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Құрау құлыным, құрау құлыным, құрығыма түсе ғой, тазасын жеп сұлының, мөлдір судан іше ғой. Сен боларсың қазанат, мен болармын азамат, құрау құлыным, желбіресін тұлымың. Балалар, өлеңнің авторы Ұлықбек Есдәулет. Осы өлеңнің ішінде бізге таныс емес, қиындау, түсініксіз сөз қандай екен? Қазанат. Яғни оның мағынасы ұзақ жолға шыдамды, ірі атты білдіреді екен. Балалар, сонымен қатар өлеңде не туралы болды? Иә, жылқы, жалпы жылқы малының жем, сұлы жейтін, ол тек қана мөлдір судан ішетін, лай суды, кір ыдыстан суды ішпейді екен. Сен де осы жылқы малы сияқты өте шыдамды бол, үлкен азамат бол дейді. Желбіресін тұлымың деген жылқының үстіндегі жалын айтады. Енді балалар, осы жерде құрық деген сөздің мағынасын қазір бірге талдайық. Ол не екен? Асау атты үйреткен кезде адамдар үлкен таяққа жіп байлап, осы жіпті жаңағы асау аттың мойнына лақтырады. Содан кейін оны өзіне қарай тартып, ол асау атты үйретіп алады екен. Мінекей құрық дегеніміз мынау. Енді өлеңге құлынды қалай шақырған, басқа төлдерді қалай шақыратынын айтып кеттік. Бұл видеоны қазір сендерге көрсетемін. Алдымен тағы да жылқы малы туралы не білесіңдер? Иә, оны біз көшпелі тұрмыс кезінде жылқыны көлік ретінде, онымен бірге адамдар майданға аттанған, шабуылға шыққан, төрт түліктің ішіндегі ерекше жылқылардың, аттардың бірі болған екен. Бұрынғы кезде машина болмаған кезде осы көлік ретінде пайдаланған. Сондықтан біз осы жылқы малының сүтінен не жасайды? Адамның денсаулығына пайдалы, қымыз жасайды екен. Ендеше біз видеоны тамашалайық. Күні бойы жайылды, сүрі шөлдеп тұрау деп, шақырамын тайымды, құрау деп, шақырамын тайымды, құрау деп. Тана көзі жәутеңдеп, білмесейден ұзауды, әукім деп, шақырамын бұзауды, әукім деп, шақырамын бұзауды. Қайырғанды шай-шайтап, түсінетін сөзімді, пішай-пішай-пішайтап, шақырамын қозымды, пішай-пішай-пішайтап, шақырамын қозымды. Қылығы бар керемет, сүйкімді
мақалды көркем жаз. Ат тұяғын тай басар. Тасымалданбайтын сөздердің астын сызасыңдар. Балалар, ат тұяғын тай басар деген мақалдың мағынасы қандай екен? Иә, бұл кейінгі ұрпақтың ата салтымызды бозбай, оны жалғастыру сендердің қолдарында. Ендеше бұл сөйлемнің ішінде қайсы тасымалданбайтын? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ат және тай деген. Себебі бұл жерде екі сөздің екеуі де неше буыннан тұр? Бір буыннан тұр екен. Келесі, үшінші жаттығу, сөздерді тасымалдап жаз. Жылқышы өзі үлгіде берілді. Бұзау, құлыншақ, түйелер. Бұзау бізде бір тасымалданады, құлыншақ екі тасымалданады екен. Неке бұл? Кішкене болсын. Төртінші жаттығу, ойлан тап. Суреттен үй жануарлары мен құстарды тап. Оларды атады. Кәнекей балалар, барлықтарыңызды қарайық. Мына жерде қандай үй жануарының басы тұр? Иә, бұл жерде түйенің басы, яғни түйе бар. Ал мына жерде ше? Қой, мынау сиыр, жылқы және ешкі. Яғни үй жануарларын біз тауып алдық. Енді үй құстары. Әтеш, тауық және қаз. Дұрыстап